Арнаға қош келдіңіздер, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге жаңа жылды ерекше серпінмен бастауға шабыттандыратын, ой салатын, терең мағынаға толы әңгімелер топтамасын ұсынамын. Армандар сәулесі. Алматының жүрегінде биік ғимараттар мен асығыс адамдар арасында Арайлым есімді бойжеткен өмір сүріп жатыр. Қаланың шулы тіршілігіне жұтылып, ол бала күнгі жарқын армандарын біртіндеп ұмытқандай еді. Өмірі бір сарынды. Таң атысымен жұмысқа барады, кешке қайтып келеді. Қолы бос уақыттарында терезе алдындағы ескі диванға жайғасып, сырттағы қаланың шамдарына қарап, терең ойға шомады. Арайлымның арманы дизайнер болу. Кішкентай кезінде анасының көне тігін машинасы мен қуыршақтарына көйлек тіккенін есіне алады. Сол сәттерде ол қиялында әлемнің ең сәнді киімдерін жасайтын, өз атын танытатын дизайнер еді. Бірақ есейе келе өмірдің ащы шындығы оны бұл армандардан алыстатты. Қазіргі жұмысы ірі сауда орталығындағы сәнді киім сататын дүкенде сатушы болу. Дүкендегі әрбір көйлекті ұстап көргенде ол, мынадай киімдерді неге мен өзім жасап шығармасқа? Неге өз арманымның артынан ермедім деп іште өзіне сұрақ қояды. Бірақ ол сұрақтар жауапсыз қалады. Бір кеште шаршап үйге келген соң Арайлым телефонды қолына алады. Әлеуметтік желілерді парақтай отырып, жас дизайнер қыз туралы жазбаға көзі түседі. Бірақ сенімсіздік көңілін кернеп алады. Бәрі дайын, бәрінде гармония, бәрі жетістікке жеткен, ал менде ше деген ой мазалайды. Ол қыз ешқандай сән мектебін оқымаған, ешқандай үлкен қолдаусыз өз брендін жасап шығарғанын баяндапты. Қарапайым тігін машинасымен бастап, армандарын ақиқатқа айналдырған екен. Бұл оқиға Арайлымның көкейіндегі үміт шырағын жаққандай болды. Ол бір сәт өзінен, неге менде осылай істемеймін? Неге алғашқы қадамды жасамаймын деп сұрады. Сол түнде ол ұзақ ойланды. Ол қыз бастаған екен, мен де бастай аламын, қорқатын ештеңе жоқ деп шешті. Ертеңіне жұмыстан шыға сала, тігін құралдарын сататын дүкенге бет алды. Әр бұйымды мұқият қарап, ең қарапайым әрі қалтасы көтеретін тігін машинасын сатып алды. Үйіне келіп, алғашқы көйлекті тігуге кірісті. Матаны қолына алғанда жүрегі лүпілдеп, шабыттың тәтті сезімі бойын кернеп кетті. Алғашқы көйлектің тігісі қисық, ұзындығы дәл емес болса да, бірақ оның үміті сөнбеді. Күн сайын жұмыстан кейін ол түн жарымына дейін тігінмен айналысады. Бірнеше аптадан кейін оның алғашқы дайын болған киімдерін суретке түсіріп, әлеуметтік желіге жүктейді. Әлеуметтік желінің пайдаланушылары оның ерекше идеяларына назар аудара бастайды. Қолданушылардан жылы пікірлер келіп, тапсырыс беруге ниет білдіргендер көбейе түседі. Көктемнің жылы күндері келгенде Арайлым өзінің шағын шеберханасын ашады. Жұмысы қызықты да табысты бола бастайды. Енді ол тек Алматы тұрғындарына ғана емес, еліміздің басқа қалаларынан да тапсырыс қабылдайды. Ол өзінің алғашқы сән топтамасын жасап, тұсаукесер кешін ұйымдастыруға дайындалып жатыр. Арманға қанат бітіру үшін сенім мен еңбек керек. Әр қадам жаңа мүмкіндік. Батылдық пен табандылық арқылы арманыңды жүзеге асырудың жолы табылар анық. Ең бастысы, бастаудан қорықпа. Жаңа жылдағы ескі сағаттың сыры. Жаңа жыл қарсаңында көңілсіз отырған Айдар үйіндегі ескі сандықты ақтара бастады. Сандықтың түбінен ол көп жылдар бойы қолы тимеген ескі сағатты тауып алды. Бұл сағат оған атасынан мұра болып қалған еді, бірақ сағат біраз уақыттан бері жүрмей, тек естелік ретінде сақталып келді. Сағатты қолына алған Айдар оның ішінде ерекше жазу бар екенін байқады. Уақыт – бұл сенің ең үлкен байлығың. Әр сәтті бағалай біл. Бұл сөздер Айдарға ой салды. Ол өз өмірінің қаншалықты жай өтіп жатқанын, бірақ уақыттың ешқашан тоқтамайтынын түсінді. Сол мезетте Айдар бір шешімге келді. Ескі сағатты жөндеуге апарып, оны қайта іске қосу керек. Сағатты қалпына келтіру үшін ауылдың шебері Арманға барды. Арман сағатты қарап шығып, бұл сағатты іске қосу үшін көп жұмыс қажет, бірақ бұл тек сенің шешіміңе байланысты. Егер дайын болсаң, мен сағатты қайта іске қосамын деді. Айдар келісіп, бірнеше күн өтті. Жаңа жыл күні Арман сағатты әкеліп берді.
Сағат қайтадан жүре бастаған кезде оның әрбір сыртылы Айдардың санасында уақыттың қаншалықты маңызды екенін қайталағандай болды. Ол енді әр сәтті босқа өткізбеуге, өз өмірін өзгертуге бел буды. Айдар жаңа жылдың алғашқы күндерінен бастап бұрын ойламаған істерге уақыт бөлді. Ол жаңа хоббилер үйренді. Көршілеріне көмектесе бастады, ауылдастарымен көбірек уақыт өткізіп, табиғатты аралап, өзін қайта тапқандай болды. Ескі сағат оның санасында жаңа бетбұрыстың белгісіне айналды. Келесі жаңа жыл қарсаңында Айдар сағатын қайтадан қолына алып, атасынан қалған сөздерді қайталап оқыды. Уақыт бұл сенің ең үлкен байлығың. Әр сәтті бағалай біл. Ол енді бұл сөздердің мәнін толық түсінген еді. Уақыт өміріміздің ең құнды сыйы. Әрбір өткен секунд қайтып келмейді. Сондықтан әр сәтті бағалап, мәнді өткізу маңызды. Жаңа жыл уақыттың қадірін түсініп, өміріңді жақсы жаққа өзгертуге берілген тамаша мүмкіндік. Өмірді өзгерткен жаңа жылдық бата. Орда бұзар шаққа келген еркін есімді ер азамат, қайнаған тіршілігі тынымсыз, көптің арманы тоғысқан алып қалада күнделікті күйбең тіршіліктен өзгеге аса алмай өмір сүрген еді. Ол әр күнін жұмыстан үйге, үйден жұмысқа қатынап өткізетін. Шүкіршілік танытқанымен өз мүмкіндіктерін толығымен пайдаланбай жүргендей, өмірінде әлдене жетіспейтіндей сезінетін. Жаңа жыл мерекесі жақындаса да, еркін бұл мерекені асыға күтпеді. 31 желтоқсан күні кешке ол үйіне келе жатып, қаланың шетінде орналасқан ескі, жарықсыз саябаққа кіріп, тыныштықта отыруды шешті. Кенет қасына жүзі жылы, көздерінен мейірім ұшқыны сезілетіндей қария отырды. Еркін қариямен танысып, жылы шыраймен әңгіме өрбітті. Екеуі біраз отырып сыр шертісті. Еркін қарияға көкейіндегі бар уайымын жайып салды. Қария Еркіннің әңгімесін тыңдап, үнсіз қалды да, қалтасынан кішкентай қолдан жасалған кітапшаны алып шықты. Онда өзіңе арналған жаңа жыл батасы деген жазу бар еді. Мына кітапшаны бүгін түнде толтыр. Жаңа жылды бастамай тұрып, өзіңнің ең жақсы, ең шуақты жарқын сәттеріңді жаз, тіпті ұсақ дүниелер болса да назардан тыс қалдырма. Содан соң бір арманыңды жаз. Бұл сиқыр емес, бірақ сенің жүрегіңдегі үміт сәулесін қайта оятады, деді қария. Еркін кітапшаны алып, оны жазып толтыруға бел буды. Ол үйіне оралып, терезе жанында отырып жазуға кірісті. Басында ол ештеңе есіне түсіре алмады, бірақ көп ұзамай ол бір жыл ішінде болған елеусіз боп көрінгенмен, жүрекке жақын, жанға жылу сыйлайтын сәттерді еске ала бастады. Таңертеңгі шуақ шашқан күн сәулесін, бала кезіндегі ыстық естеліктерді, автобуста күлімдеген бейтаныс жандарды есінде жаңғыртып, қағазға өрнектеді. Бетке ол өз арманын жазды. Мен өзімнің өмірімді өзгерткім келеді. Адамдарға көмектесіп, жаңа жол бастасам деймін деген бастаумен үкілеген үмітін, асқақ армандарын қағазға түсірді. Жаңа жыл басталғанда Еркін ерекше сезімге бөленді. Ол енді өмірінің тек өкініш емес, көптеген кішкентай қуаныштарға толы екенін түсінді. Осы сәттен бастап Еркін қарапайым игі істер жасауды өзіне мақсат етті. Біреуге күлкі сыйлады, біріне көмек қолын созды, енді біріне жанашырлық танытып, оның қайғысы мен мұңын бөлісіп, болашаққа деген сенімін оята отырып, оның өміріндегі қиындықтарды жеңу үшін күш-қуат берді. Уақыт өте келе ол өзгелерге жақсылық жасай жүріп, өз өмірінің де өзгергенін байқады. Түйін: өмірдегі үлкен өзгерістер әрдайым ішкі әлеміңіздің шырағынан, жарығынан басталады. Өзіңді және өзгелерді жақсы көру, ізгі амалдар жасау арқылы өміріңді жарыққа бөлей аласың. Шағын қадамдар күші. Саяхатшы Медет биік әрі үрейлі тау шыңына шығуды армандайтын. Осы арманын жүзеге асыруға бірнеше мәрте талпынып көрген, алайда тауға жақындаған сайын оның бойын қорқыныш билеп, өзіне деген сенімі жоғалады. Шың тым биік, ал жолы тасты, қауіпті болып көрінеді.
Саяхатшының ойында бұл шыңды бағындыру мүмкін емес, менің күшім жетпейді деген күдік күшейе түседі. Осы кезде қарт ақсақал оған жақындап, неге сонша алаңдаулысың балам деп сұрайды. Саяхатшы, мына тау шыңына шығуды армандаймын, бірақ оған қараған сайын оның биіктігі мені үрейге салады. Бойымды қорқыныш пен күмән билейді. Мен бұл мақсатыма жете алмаймын дейді. Ақсақал аз кем ойланып былай деп жауап береді. Ешқандай шың бір ғана қадаммен бағындырылмайды. Бірақ сен кішкене қадамдарды бірінен соң бірін жасай берсең, тау шыңына міндетті түрде жетесің. Ең бастысы, әр қадамыңды сенімді түрде басу. Егер бүгін тек бірнеше метр жүрсең де, ол үлкен жетістік. Ертең тағы бірнеше метр жүресің. Осылай күнде алға жылжып отырсаң, бір күні өзің де байқамай шың басында тұрасың. Патша ақсақалдың сөзіне ой жүгіртіп, өзінің басты қателігін түсінеді. Ол шыңға бірден шыққысы келіп, мақсатына жету үшін бір ғана үлкен қадам күткен екен. Бірақ ақсақалдың даналығын тыңдап, бір қадам жасаудан бастайды. Содан кейін тағы бір қадам, әр күн сайын саяхатшы тек алға жылжиды. Көп уақыт ұзамай жылдар сырғып, сәттер алмасып үлгермей, ол биік шыңның басында тұрып, өзінің барлық қорқынышын жеңгенін сезінеді. Ең бастысы, бұл жетістікке әрбір шағын қадам арқылы жеткенін түсінеді. Түйін: үлкен армандар бірден үлкен қадам жасау арқылы орындала бермейді. Бастысы күн сайын шағын болса да әрекет ету. Әр қадам сенің мақсатыңа жақындатады. Жол қаншалықты ұзақ болса да, әрқашан алғашқы қадамнан басталады. Таза парақ. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында дана ұстаз шәкірттерін жинап, оларға өмірдің мәні мен жаңа бастамалар туралы сабақ өткізбек болды. Ол әр шәкіртіне бір-бірден таза ақ парақ таратып берді. Бұл парақ сендердің өмірлеріңді бейнелейді деді ұстаз. Қазір бұл мүлдем таза, мінсіз, бірақ уақыт өте келе оған сендердің таңдауларың, әрекеттерің мен ойларың түседі. Енді өз парақтарына қарап көріңдер. Ол қандай болады деп ойлайсыңдар? Шәкірттердің бірі, егер дұрыс өмір сүрмесем, параққа дақтар түседі, ол ұсқынсыз болады деді. Екіншісі, ал егер жақсы істер жасасам, ол әдемі суретке айналады деді. Ұстаз оларға күлімдеп, дұрыс айтасыңдар, әр таңдау сендердің өмірлеріңнің бір бөлігі. Ал жаңа жыл сол өмірдегі жаңа бет. Ескі парақты бүктеп қойып, міне сендерге тағы бір таза парақ беріліп тұр. Бұл сендердің алдағы жылдағы істеріңнің, армандарың мен жетістіктеріңнің негізі болады. Әр күн сайын өз парақтарыңды таза, әрі әдемі толтыруға тырысыңдар. Түйін: жаңа жыл әр күніміз де бұл өмірдің жаңа беті. Өзіңнің болашағыңды жақсы істермен, жарқын армандармен толтыруға мүмкіндік беретін кезең. Әр таңдауыңды ойлап жаса, өйткені ол сенің өміріңнің суреті болады. Ғажайып түс. Бұл әңгіме бала кезінен ақылды, мейірімді, білімге құмар студент Алма есімді бойжеткен жайында өрбімек. Оның отбасында жоқшылық сезілетін. Алма көп армандайтын. Бірақ үнемі бұл армандар орындалмайды деген күмән қиялын тежейтін. Қардың аппақ жамылғысы жерді жапқан, ағаштардың бұтақтары мұзданған, жарық ай сәулесі қарға түсіп, жауһардай жарқырап тұрған бір түні Алма ғажайып түс көрді. Алма түсінде ауыл шетінде орналасқан мұзды көлге барды. Айнала аппақ қарға оранған, қырау басқан ағаштар ертегідей әдемі еді. Көл жағасында отырып, аспанға қарап өмірдің әділетсіздігіне мұңын айтты. Сол сәтте оның жанына аппақ қар жамылған сұлу ханым пайда болды. Ханымның көздерінде жылу, ал күлкісінде әлде бір тылсым күш бар еді. Неге мұндай мұңлысың жасжан деп сұрады ол. Менің өмірім босқа өтіп жатыр. Менің арманым бар, бірақ оған жету мүмкін емес деп жауап берді Алма. Ханым күлімдеп, өмірдің әр қиындық өз себебімен беріледі, бірақ қиындыққа мойымау адамның қолында. Сенің арманың не деп сұрады? Алма баяу ғана, мен тігінші болғым келеді. Менің өз дүкенім болса деймін, бірақ бұл бос қиял деді. Ешқашан сеніміңді жоғалтпа. Әр арманға қол жеткізу үшін батыл қадам жасау керек. Ертеңнен бастап әрекет ет. Қарлығаш ұя салғанда әр бұтақты жеке-жеке жинайды емес пе? Сен де солай жаса.
Бір кішкентай қадаммен бастасаң, бәрі өзгереді, деді ханым. Алма ұйқысынан оянып, әсерлі түсін есіне алып, ханымның сөздерін ой елегінен өткізді. Ол нақты байламға келіп, ескі мата қиындыларын жинап, кішкентай ойыншықтар тігуді бастады. Оның жұмыстары қала тұрғындарының назарын аударды. Алма ақырында тапсырыстар алып, алғашқы табысын тапты. Жылдар өте оның арманындағы дүкені ашылды. Ол өміріне ризашылықпен қарайтын және қиындықтар оның табандылығын арттырғанын түсінді. Түйін. Армандар орындалу үшін әрекет ету керек. Ешқандай жағдайға қарамастан, сенім мен табандылық адамды биікке жеткізеді. Әр жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Жаңа жылымыз құтты болсын. Әр шаңырақта сыйластық, құрмет, махаббат, береке, шаттық пен қуаныш салтанат құрсын. Ырыс несібелеріңіз арта берсін. Әлемде бейбітшілік орнасын. Әр жанның жүрегінде адамдық ізгі қасиеттер мен мейірімділік ұяласын. Түрлі оқыс оқиғалардан, табиғат апаттарынан ада болайық. Шипа сұраған әр жанның денсаулығы болаттай берік боп, қылаң таза айығып кетсін. Алла қолдап, берекелі жыл болсын. Шығарылым ұнаса лайк басып, жақындарыңызға тарата отырыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.